таныстық тоқтағалы Әсем маған күнде жазып жүр кешке. Иә, Баласа ханым, айта кетейінші осыны. Ой, бір мен саған қосылайық деп жазып жүрген сияқты айттың ғой сен. Мен былай жаздым. Расул, біз қайта сөйлесіп көрейік. Ой, сөйлесейік, арамызда сыйластық қалсын дедім, потому что біз даже амандаспаймыз, бір-біріміздің бетімізге қарамаймыз. Ал маған ондай нәрсе керек емес та, бір адаммен бір жау құсап жүрген. Просто сыйластық қалсын деп жаздым. И және де біздің фото видеоларымызды TikTok желісінен өшіріп тасташы деп жаздым. Басқа саған мен артық ештеңке жазған жоқпын, қосылайық. Ойбай, Расул қайта сөйлесейік деген. Маған сен сияқты жігіт енді керек емес. Мен саған ешқандай таныстық тоқтайтын кезде мен сен туралы ештеңе жамандаған да жоқпын, ештеңе айтқан жоқпын. Қазірде ешқандай сенмен бір ара қатынас туралы да әңгіме. Сен туралы жаман нәрсе айтып жатқан жоқпын. Сен не үшін маған қайта-қайта атып отырсың? Сөзімді бөлмеші, пожалуйста, сөзімді бөлмеші. Жаңа айтып жатсың ғой, сыйластық үшін жаздым, мен саған сол үшін жаздым деген сияқты ғой. Сен бүйтіп айтайыншы, сенің сыйластығың да, сенің өзің де маған керек емессіңдер. Просто тұра, сөзімді бөлме. Сен маған уже қызық емессің. Сондықтан, Әсем, қара. Просто Әсем, тұра тұр. Қатысушылар біріншіден тыныш. Просто бір өтініш. Расулбекті соңына дейін тыңдашы, сосын барып сіз айтасыз. Просто бір өтініш, Әсем. Енді бұдан кейін менен аулақ жүр. Маған жазбай-ақ та қой, менімен сөйлескің келмей ақ қойсын, болды. Үміткер қыздарды танитын адам ретінде өзім бір сөйлесем. Аружан ханым, қош келдіңіз. Сіздің түріңіз өте таныс маған. Біз осыдан 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын болмаса бір көрісіп қалған, сөйлесіп қалған кезіміз болмаған ба? Оны сіз білмесеңіз, ол кісі білмес, өзіңіз. Жоқ, өзінен сұрап отырмын да, мен де просто или ұқсатып отырмын ба, сондай бір сұрағым бар да. Садәулет қосылайық жобасына келмей тұрып, жаңадан әніңіз шыққан кезде біз подругам екеуміз сізбен кездескен болатынбыз сол кезде. Подругаң екеуің боп, мен бір өзім қалай бұл? Иә, өзіңіз жалғыз болдыңыз. Өзім жалғыз? Демек таныссыздар. Иә, айтып отырмын да, бір түрі таныстау ма, бір қаяқтан көрдім, или бір жақын арада бір сөйлесіп қалған жоқпыз ба? Жақын арада жоқ. Жоқ, точно ма? Садәулет, сіз білмесеңіз, қыз қайдан біледі? Жоқ енді. Өзіңіздің есіңізде жоқ болса, онда сұрамай-ақ қойыңыз. Егер білетін болсаңыз, нақты білетініңіз. Жоқ енді, мынандай да, бір қандай махаббат жайлы тема емес, бірақ бір көрісіп қалғанымыз ба, бір сондай сұрап тұрмын да. Bir көрісіп қалғанымыз ба, бір жерде бір түріңіз таныс deyip тұрмын да мен. Жақын арада хабарласқаныңыз есіңізде жоқ? Жоқ, ондай жоқ. Онда ұқсаттым онда. 1 жыл деп отыр ғой, алдыңғы жазда деп сөйлестіңдер, негізі. Бірақ сіз енді 1 жыл не үшін келмей жүрдіңіз, енді жоба басталғанда да почти 1 жыл болып қалды ғой негізі. Неге енді біраз уақыттан кейін келдіңіз деген сияқты ғой? Қазір таныстығы тоқтағанын естіп, Расулмен таныстық. Жоқ, просто оның алдында да енді басы бос болды ғой, біраз уақыт деген ғой енді. Оның алдында менің әке-шешем қарсы болды, сондықтан мен келе алмадым. Иә, Әсем? Негізі, кімді жындығы отыр деймін, ана жерге келіп алып, негізі Расулбектің бұл кешеге дейін сөйлесіп жүрген қызы. Маған да былай сырттай таныстыра кеткен бұл қызды, қандай қыз екенін де айтып, сондықтан ана жерге бекер келіп отырсыз деп айтқым келеді сізге, сіздің таныстығыңыздан дым да шықпайды. Сіз туралы енді жақсы емес әңгімелер естігем да бұл кісіден мен. Жоқ, бұл әңгімені айту мақсатың не болды сонда? Таныстықтан дым шықпайды деп айтқым келді. Жоқ, мен олай ойламай, мен андай не ойлаймын да, бір Жоқ, ана жерде отырып, редакцияны да, халықты да жынды қылып керек емес. Жоқ, ондай емес. Басқа мақсатта айтып отырсың ғой негізі бұл әңгіме. 1 жыл деп отыр ғой.